Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақта кім жоқ? Түгел? Жақсы. Онда балалар қазір сабақты бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Санамақ әдісіменен 1, 2 саныменен. 1, 2, 2. Ал бір деген бір санындағылар бірінші топқа, екі санындағылар екінші топқа орналасып отыр. Ал енді балалар, қазір мен сендерге тақтадан бейнебаян көрсетемін. Сабағымыздың тақырыбын ашу үшін. Қандай сабағымыздың тақырыбы, соны қарайтын боламыз. Видеоны көрдік. Тақырыбымыз қандай екен? Түсіндік бе? Не тақырып екен? Интерьер және экстерьер. Үйдің сыртқы, ішкі, жазығы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Сабағымыздың тақырыбы интерьер, экстерьердегі ландшафт элементтері. Мақсаты күрделі нысандар, пішіндер мен образдардың дизайнын дайындау үшін түрлі салалар бойынша білімдерді жалпылау. Ландшафтты дизайнның элементтерін заманауи бағыттары мен стильдерін анықтау және сипаттау, шығармашылық идеяларды, оның ішінде ақпараттық коммуникативтік технологияларды дамыту мен іске асыруда алғашқы және қазіргі ақпарат көздерін толыққанды және нәтижелі қолдану. Ал енді балалар, бүгінгі біздің сұрақ-жауап жұмысы. Балалар, біз интерьер дегеніміз не еді? Білеміз ба? Үйдің ішкі көрінісі, үйдің ішін жабдықтау. Былтыр біз 8-ші класста өткен болатынбыз. Енді қазір біз жаңа сабағымызда балалар, мен сіздерге қазір 2 топқа тапсырма беремін. Бірінші топ оқулықтағы ландшафт экстерьер туралы мәлімет аласыздар. Ал екінші топ нешінші беттегі? 80-81 беттегі нені тапсырманы орындаймыз. Ал балалар, дайынбыз ба? Қай топ дайын? Ал шыға болыңдар. Бұл Лаура, Арайлым, бұл болсын. Қай шығамыз? Дауысымызды қаттырақ шығарып. Әсерінің дизайнында ескеріледі. Оның дизайнның көркемділігімен қатар қолдануға ыңғайлы болу керек. Өте жақсы. Біз бұл жерде экстерьер мен интерьерді салыстырмалы түрде жасадық. Бірінші суретте үйдің қабырғаларының көп бөлігі әйнектен жасалған. Себебі үйдің ішіндегі безендірілген бұйымдардың барлығы жабық түсті келеді. Ал бізде екінші жерде бұл жерде онша әйнек жоқ, сондықтан және жабық түстер жасалған. Сондықтан үйдің іші жарық болып тұру үшін көптеген ақ түстерді қолданылған. Үйдің сырты ағаштан тұрғызылған, бірақ ішкі көрінісі жарық әрі қолайлы. Бұл үйдің сырты да іші де ашық түспен қолданылған. Үйдің қазіргі заман талабына сай. Бұл үйде іші ашық, түсі бұйымдар жабдықталған. Жақсы түсінсіңдер. Ал енді келесі топ дайынбыз ба? Ал қыздар шығамыз. Дана, Шахназ, Гүлила, Арай. Интерьер үйіне ішкі безендіру деген сөз. Біздің тұратын жұмыс жасайтын және демалатын пәтеріміз ыңғайлы және әдемі болуы керек. Орын жайлардың ішкі кеңістігін әсемді жайлы түрі жабдықтарда біртұтас үйлесімі. Яғни бөлме іштерін әртүрлі сәнді нәрселермен безендіру. Рахмет, дұрыс, өте жақсы.
бірінші бұл жерде ландшафт стилі. Бірінші бұл жерде ландшафт дизайнындағы шығыс стилі белгіленген. Ал бұл жерде ландшафт дизайнындағы хай-тек стилі. Яғни бұл жерде бізде көріп тұрғанымыздай субұрқақты жасыл гүлдерге қоршалған. иә. Аха. Келесі ландшафт дизайнындағы классикалық стиль. Яғни классикалық түрде жасалған, киіммен жасалған, неше түрлі осындай жасыл тақырыптармен безендірілген классикалық стиль. Ал бұл жерде бізде қазіргі заман стилі, яғни ағаштардан, жан-жануарлардың бейнесін жасап, ал бұл жерде отырған күнгі адамдардың бейнесін ағаштардан жасалған. Келесі ландшафт элементтері. Бірінші қыш құмыра, күрке, қалқа мүсіндері. Ал бұл жерде бізде ландшафт дизайнындағы шығыс стилі, яғни шатыр, мына жерде су бұрқақ, және де ерекше гүлдермен сәнделіп тұр. Ал бұл жерде бізде экстерьердегі ландшафт элементтері, яғни бұл жерде бізде аспан гүлдер және терезесі мен есіктердің түстері бірдей. Сәйкес келіп тұр, үйлесіп тұр. Және тағы не көріп тұрсыңдар? Шарбақтар көріп тұрмыз, иә. Рахмет, өте жақсы. Дұрыс. Отыра қойыңдар. Ал енді балалар, бүгін сабағымызда экстерьер, интерьер тақырыбын қалай түсіндік, сол туралы суреттер саламыз. Болашақта біздің үйіміз болады, әрқайсымыздың. Үйіміздің сырты, іші қалай сәнделу керек, қандай бұйымдар жасағыларың келеді деген сияқты. Енді бірінші оған не қылмай тұрып, экстерьер дегеніміз не екен, интерьер дегеніміз не екен? Бекітейікші ойымызды. Интерьер деген үйдің ішін сәндеу, безендіру. Экстерьер дегеніміз сыртқы ғимараттың көрінісі. Ондай болатын болса, балалар мен сіздерге қазір сурет салуға берем. Ішкі сыртқы көрінісі екі топ аламыз. Мынаны алыпсыз? Мынау аяғы. Шатырына сәнделесіңдер ме? Суаға. Балалар дайын болдық па? Ал ғане кітаптарға шығып қорғайшы. Не салыңдар? Бұл біздің үйдің ішкі көрінісі, интерьер деп аталады. Болашақтағы үйіміздің. Дұрыс. Біз бұл жерді қонақ үй ретінде елестеттік. Яғни бұл жерде біз потолоктарын қазіргі заманға сай әйнектермен және жылдар сәнді люстрамен безендірдік. Ал бұл жерде біз мына есіктің қасына қазіргі таңдағы кәдімгі лампаларды қойдық. Ал бұл жерде бізде ерекше сәнді үшін қойылған вазалар. Бұл жерде бізде екі картинкалар олар адамға көңіл күй сыйлап отырады. Дұрыс, иә. Ал мынау телевизор. Қонақ үй болғаннан кейін қонақтар келіп, отырып көргенде және қазіргі замандағы сай үлкен телевизор. Ал бұл жерде бізді қазіргі замандағы диван, яғни диван оюлармен қазіргі стильдегі светил. Ал біз жерге кафельдерді қойдық, яғни ыңғайлы болу үшін. Ал бұл жерде бізде пластикалық терезелер қазіргі таңдағыдай. Және біз потолоктарына кішілік свечаларды қойып шықтық. Ал есікке мындай әйнектерді қойдық, яғни айна. Қасына осындай ерекше
обналичка. Өте жақсы. Ал мыналар светильниктер және есіктің жанында тұратын және гүлдер Дұрыс, өте жақсы. Рахмет, жарайсыңдар балалар. Керемет салыныпты. Ал келесі топтаймыз ба? Biz bu жерде өзіміздің болашақ үйімізді салдық. Этажды. Бұл жерде бізде шатырлары неше түрлі етіп сәнді қылып жасадық. Болашақта балаларға ыңғайлы болу үшін де, заманауи болу үшін де, Көңілдерін көтеру үшін, және біз осындай гирляндалар іліп қойдық шатырларға түнде жарқырап тұру үшін. Және біз бұл жерде осы гирляндалар қойдық. Және де қазіргі заман талабына сай етіп біз гараж бен үйді біріктіріп жасаған болатынбыз. Сол біз мына жерде есігі, терезелердің барлығын әртүрлі дизайнда жасадық. Әр бөлменің атмосферасы әртүрлі болып тұру үшін. Біз үйдің сыртын біз осылай сәндедік. Мысалы, қазіргі кезде ағаштарда немесе басқа да жерлерде кішкентай балалар ойнайтын үйшік, сондай кішкене жасап қойып. Содан кейін бассейн шағын түрде балаларға ыңғайлы болу үшін, былай да былай өзімізге де ыңғайлы болу үшін бассейн жасадық. Біз балаларды жақсы көретін болғандықтан олар біраз демалсын деп сыртқа саябақ секілді қылып качеля сырғанақ қойып сәндеп қойдық. Дұрыс, аха. Және біз үйдің сыртына шарбақ жасадық. Бұл өте қолайлы. Себебі бұл жерде жарық түсіріп тұратын Домалықтарда. Домалақ шамдар. Үйдің үстіне де өзіне де сай келу үшін. Дұрыс, аха. үйден шыққан ретте жол жасап, оның шеттеріне күлкі тастық. Дұрыс, мінекей өте жақсы. Рахмет балалар. Керемет. Ал енді балалар отырамыз. Балалар, сабақ ұнады ма? Ал несімен ұнады? Маған кері байланыс тастап кетіңдер, балалар, жарайды ма? Сосын кейін сабағымыз бітті. Енді үйге тапсырма. Енді бұл жерде қазір біз топтасып орындадық, енді әрқайсымыздың жеке қандай үйіміз болар еді, экстерьердің жобасын